қабағымда райық өкпені, осы сәтте ең керегі оттегі. Өйткені сенің ең қиын белгі, одан да қинамай отқа жақ мені. Өйткені сенің көзіңдегі бейне мен емеспін бе, жоқпын ол жерде. Сенің жазған әңгімеңде соңына жетпей өлдім бе. Бұлай құлай беру, ол шайқаспай-ақ шегіну, бірге бір тағдырда таза жеңілу. Бұлай аяқталу, өзара жарақатталу, ешкімді аямайтын не деген қару. Ең ауыры өкпе емес оттегі, ең қажетті жерге мүлде жетпеді. Өйткені барлығына кінәлісің деп мені, жүрекке мәңгілік отқан еткені. Өйткені өзім таңдаған дүние мен кірген сәтте айналды күлге. Өзім жазған әңгімемде соңына жетпей өлдім бе. Бұлай құлай беру, ол шайқаспай-ақ шегіну, бірге бір тағдырда таза жеңілу. Бұлай аяқталу, өзара жарақатталу, ешкімді аямайтын не деген қару. Мен өше салайын. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қалдарың қалай? Музыканың есімін, атын сұрап отқан оқушылар болса, оның есімі оттегі деп аталады. Так, сабақтарың қалай жалпы? Арыстанның системасына үйреніп жатсыңдар ма? Мектептегі сабақтар, осындағы сабақтар. Менде жақсы барлығы, бірақ бірден ескерте салайыншы, кішкене тамағым ауырсынып тұр да, даусым нашар шығып жатса, бүгінгі сабаққа кішкене ренжімейсіңдер. Қиын болып жатыр дей ма? Адаптация ақырындап болады, сосын смело үйреніп кетесіңдер. Осы сұраққа жауап бергенше, мен тоже бұл Арыстанда өте көп атпен жүрген сияқтымын негізі. Менің есімім Алмат. Менің есімім Алмат. Кейбір оқушылар Ануар деп ойлап жүр, біреулер Айдын деп, в общем, Алмас деп шайкет жатыр негізі. Менің есімім Алмат. Ануар ол менің фамилиям. Рахмет барлықтарына. Так, бізде оқушыларымыз қосылғанға дейін мына нәрсені тексере алайықшы. Экран қатпай и даусым жақсы естіліп тұрса, белгі қалдырып кетіңдер. Плюс белгісін қалдырып кетіңдер.
Жоқ, Жансая, бүгін біз екі тақырып қарастырамыз. Қарлықтар и оғыздар деген екі тақырып қарастырамыз. Рахмет барлықтарын айтып жатқан. Все, мен белгілерімді көріп жатырмын. Значит, бастасақ болады деген нәрсе ғой бұл. Хорошо. Ақырында бастай берейік енді. Қосылмай жатқан оқушылар өздері қосылып алар, оларға кейін қайталау сабағын может қарап алады. Все, онда қазір мен енді комментарийлерге кішкене мән бермей тұрам. Тақырыптың ортасына келген кезде айтамын сендерге, хорошо. Осылайынан сұрақтарың болса қойыңдар деген кезде, сол кезде сұрақтарын пытырлатып қойып тастайсыңдар ғой. Все. Енді біз алдыңғы сабақта қарастырған кезде бүкіл негізгі ақпараттардың системасы бір деп айттық, и біз оны қысқартып жазған болатынбыз. Ең алғаш хронологиясы дегенді білдіреді. Хронологиясы. Қарлықтар ол 756 жылы құрылып, 940-қа дейін өмір сүрген мемлекет. Бұл мемлекеттердің ғасыр бойынша келеді. 756 деген ол 8-ші ғасырдың ортасы. Ал 940 деген ол 10-ші ғасырдың бас кезеңі. Және біз алдыңғы жылы айтқан едік, алдыңғы сабақта айтқан едік, түргештер ол жарты ғасыр өмір сүрген мемлекет деп. Ал ерте орта ғасырда 2 жылға жуық өмір сүрген мемлекет десе, онда сендер қарлық деген жауапты белгілейсіңдер. Мына жерден алып тастайтын болсаңдар, где-то бір 181 деңе шығады негізден сендерде. Енді жер аумағы. Сендерде қарлықтардың бастапқы жер аумағы деп келеді, либо негізгі, ең басында қай жақта өмір сүрді десе, ол Алтайдан Балқашқа дейін өмір сүрген. Кейіннен 756 жылы не істеді ол? Түргештерді жаулап алды ғой. Түргештерді өзінің құрамына қосқаннан кейін территориясы қай аумаққа дейін ұлғайды десе, Алтайдан Сырдарияға дейін деген жауапты белгілейсіңдер. Енді қарлықтардың астанасы. Біз айттық алдыңғы сабақ, бүкіліне Суябты белгілей берсіңдер болады деп. Енді қарлықтардың да негізгі астанасы, либо кейде сендерде қарлықтардың әкімшілік астанасы деп келеді. Әкімшілік астанасы десе, Суябты белгілейсіңдер. Уже жаттап алған шығарсыңдар, Суяб қайда орналасты десе, ол Шу бойында орналасқан қала. Енді қарлықтардың бізде екінші астанасы бар. Егер де қарлықтардың Бай-Шонжарлар орналасқан астанасы десе, Баласағұн деген жауапты белгілейсіңдер. Енді біз Баласағұн дегенді бірінші естіп тұрық қой. Қаланы бірінші естіп тұрық. Сол себепті Баласағұн қаласы қай жақта орналасты десе, сендер Жетісуда орналасқан ерте орта ғасырлық қала деген жауапты белгілейсіңдер. Енді дерек көздері. Біз қарлықтар туралы мұнша ақпаратты қайдан біліп жатырық? Енді бұл қарлықтар туралы ең бастапқы дерек көзі Қытай деректері. 6-шы ғасырдан бастап Қытай деректерінде кездеседі. Бұл Қытай деректеріне сүйенетін болсақ, түрік қағанатының құрамында болған тайпалы одақ деп айтылады. Есімізге түсіреміз. Түрік қағанатында бізде 30 теле тайпасы болды ғой. Получается, бастапқы кезде түріктердің құрамында болған 30 теле тайпалардың бірі болады қарлықтар. Енді екінші ақпарат ол бізде Күлтегін жазбасы. Күлтегін жазбасында мынадай отрывоктар қалған. Біз қарлықтарды қырып басып алдық деген үзінді бар. Значит, біз қалай түсінеміз? Түрік қағанаты 603 жылы екіге бөлінген кезде қарлықтар кімнің құрамында болды десе, онда ол Шығыс түріктің құрамында болған мемлекет. Енді бізде қарлықтарға байланысты жаңа форматтың ақпарат көзі бар. Қарлықтардың халқының құрамын сипаттаған араб немесе парсы тарихшысы десе, сендер Ибн әл-Фақих деген жауапты белгілейсіңдер. Ибн әл-Фақих қандай ақпарат көзін қалдырды десе, қарлықтар көне түркілер деп сипаттаған. Ол дегеніміз қалай? Жаңа түрік қағанатының құрамында 30 теле тайпасы бар дедік қой. Значит, ол түбі бойынша түріктерден тараған деген мағынаны білдіреді. Енді халқына келетін болсақ, жалпы қарлықтардың халқының құрамын зерттеген тарихшы ол Әл-Марвази. Әл-Марвази қарлықтардың құрамын зерттейді да, олардың құрамы 9 тайпадан тұрады деп айтады. Енді кейбір тест сұрақтарында, кейбірінде ол всегда емес, кейбір тесттерде кездеседі. Құрамын көрсет десе, сендер 3 жікіл, 3 бескіл, бұлақ, көкерсін, түкси деген жауаптарды варианттардан тауып аласыңдар да, соны белгілейсіңдер. Енді қарлықтар туралы тек қана халқын араб дерек көздерінен білмейміз.
бізде қарлықтардың еще құрамын Қытай дерек көздерде сипаттаған. Мынаны ерекше етіп өздеріңе белгілеп алсаңдар, неге? Себебі алдыңғы жылы ұбт-да сұрақ болған. Сұрақ қандай? Таншу хроникасында сипатталынған тайпалық одақты тап деген сұрақ болған. Сол кезде сендер қарлықтар деген жауапты белгілейсіңдер. Қытай дерегі бойынша қарлықтардың құрамында 3 тайпалық одақтың атауы белгілі. Бұлақ, жікіл, ташлық деген. Енді сендерден ай сұрақ болады. Қарлықтардың құрамында билеушілер шығып отырған немесе атақты тайпасы десе, бұлақ деген жауапты белгілейсіңдер. Енді мен қазір сендер тексерейін, түрік қағанатында билеушілер шығып отырған тайпа қандай? Комментарийге жазып жіберіңдер. Түрік қағанатының билеушілері шығып отырған тайпа. Тимур, Тумар, Алибек, Камила, молодцы. Ашина тайпасы. Молодцы. Ашина деген ол бізге дұрыс жауап. Енді біз қазір қарлықтардың картасын қараймыз. Қарлықтардың шығыс бөлігінде орналасқан мемлекет керек бізге қазір карта бойынша. Ол Ұйғыр қағанаты. Ал қарлықтардың оңтүстік батыс немесе батыс бөлігіндегі мемлекет ол Самани әулеті. Немесе, кешірім сұраймын, саманиттер. Бізге осы екі мемлекет туралы қазір саяси жағдайында қарастыратын боламыз. Енді осы жерге дейін түсіме алған сұрақтарым бар ма? Қалдарбекова Бибінұр оқушымыз бізде дұрыс анықтама берді. Ашина сөзінің мағынасы көп жағдайда тестте енді аспаннан түскен немесе аспаннан деген мағынаны білдіреді. Саяси жағдайына дейін түсіме алған сұрақтарың бар ма? Егер жоқ болатын болса, біз саяси жағдайынан дальше ары қарай қарастыратын боламыз. Енді мына бөлікте қарлықтардың және де ұйғырлардың шекаралас бөлігінде Қашқар деген территория аумақ бар. Қашқар деген саманиттерге келеміз. Саманиттер араб әулеті. Қашқар деген территория аумақ бар. Қарлықтар не істейді? Қай бөлікте десе міне, шығыс бөлігінде территорияны ұлғайтуды мақсат етіп қояды негізі. Мақсат етіп қояды. Сөйтіп қарлықтар 766-775 жылдар Қашқарияға шабуыл жасап, ол аумақтарды өзіне қосып алады. Енді ол аумақтарды өзіне қосып алғаннан кейін кіммен шекаралас болып тұр? Ол ұйғырмен шекаралас болып тұр. Сол себепті де 9 ғасырдың басында шығыс бөлікте ол ұйғыр қағанатымен қақтығысып қалады. Ұйғыр қағанатымен қарлықтар қақтығысып қалады. Және 9 ғасырда ең алғаш қақтығыс болған кезде ұйғырлардан олар жеңіледі. Сөйтеді, алдыңғы жылы ұбт-да мынадан көп оқушы қателескенде мен именно қателеспес үшін қызылмен белгілеп қойдым. Сұрақ мынандай. 9 ғасырдың басында ұйғырлардан жеңілген қарлықтар қай жаққа қарай қоныс аударды немесе қашты либо жылжы деп келеді. Сендер сол уақытта Жетісуға деген жауапты белгілейсіңдер. Енді осы мерзімде қарлықтар мен ұйғырлардың арасында соғыс болады. Ол 20 жылға соғысады. Қарлықтар мен ұйғырлар 20 жылға соғысады. Шешуші шайқас қай жылы болды десе, ол 840 жылы болады. Бұл шешуші шайқаста қарлықтар мен именно кімдер десе, мына жақта сендерде Енисей қырғыздары деп келеді. Енисей қырғыздары карта бойынша қарастыратын болса, қарлықтардың солтүстік бөлігінде өмір сүрген тайпалық одағы. Енисей қырғыздар. Енді 840 жылы қарлықтар мен Енисей қырғыздар бірігіп, ұйғырларға қарсы соғыс қимыл ұйымдастырады да, оларды жеңіп тастайды. 840 жылы бізде ұйғырлар жойылады. Осы жерге қазір есімізге түсіріп кетейікші комментарийге. Ұйғырлардың хронологиясы қандай еді? Ұйғыр қағанаты немесе ұйғырлардың хронологиясы. Так, Зулхия Балауса бізде молодец. Құралай оқушыларымыз алғашқы болып жауап берді. 744-840 жылдар ол ұйғырлардың хронологиясы болып табылады. Енді қараңдар. Мына аумақта қарлықтардың өзінің мемлекеті бар. Мына жақта ұйғырлардың да жаулап алдық өздеріне. Сол себепті 840 жылы ол территориялық аумақты жаулағаннан кейін Испиджаб қаласы Бірге Күл Қадырхан, яғни қарлықтардың негізгі билеушісі, мықты билеушілердің бірі Бірге Күл Қадырхан өзінің билеуші ретінде жариялаған. Яғни қарлықтарды да ұйғырлардың да билеуші ретінде өзін жариялаған болатын.
Енді біз ұйғырларды хронологиясын жауап беріп жатқан оқушыларымыз, біз оны неде қарастырған болатынбыз? Шығыс түрік қағанаты кезінде қарастырдық. Енді 840 жылы екінші саяси жағдай басталынады қарлықтарда, ол Самания әулетімен. Самания әулеті ислам дінін тарататын араб әулеттерінің бірі болған. Ол дін үшін, яғни ислам дінін тарату мақсатында соғыс ашады. Ол соғыс сендерде Ғазауат соғыс деп аталады. Ғазауат соғыс деп аталады. Самания әулеті 840 жылы қарлық территориясына шабуыл жасап, екі қаланы өздеріне басып алады. Ол Испиджаб қалаларын және де Тараз қалаларын өзіне бағындырады. Жалпы бізде арабтар мен қарлықтардың арасында соғыс 2 ғасырға созылғанда, яғни ол ұзақ мерзімді құрайды. Мына соғыс Самания әулетінде 840 жылы болған соғыс ол Білгекүл Қадырханның кезінде болған соғыс. Бірақ арабтарға қарсы соғыста Білгекүл Қадырхан қайтыс болғаннан кейін оның балалары бұл соғыс қимылдарын жалғастырады. Егер де саманилерге қарсы соғыста Білгекүл Қадырханның соғысты жалғастырған балалары десе, Арслан и Оғылшақ деген жауапты белгілейсіңдер. Кейбір тесттерде сендерде Арслан деген варианттар жоқ болып қалатын болса, сендерде Базар Арслан деп келеді негізінен. Енді жалпы біз арабтар мен қарлықтар арасында соғыс 2 ғасырға созылды деп айттық қой, оны біз 2 кезеңге бөліп қарастырамыз. Ең бірінші кезең, естерінде болса, арабтар 709 жылы қандай қаланы жаулаған еді? Комментарийге бір есімізге түсіріп кетейікші. Араб қолбасшысы Кутейба ибн Муслим болады ол кезде. 709 жылы шабуыл жасайды. Айдана негізі ұйғырлар, олар кейіннен Қытайдың құрамына қосылып кетеді да, сол себепті әлі күнге дейін Қытайдың құрамында диаспоралық халық, яғни жері жоқ, мемлекет жоқ, солардың қол астында өмір сүреді. Арслан есімді хан Қараханда да бар. Молодцы. Бұхара бізде дұрыс жауабы. 709 жылы жаулап алған қала Бұхара. Ал кейбір оқушыларымыз шатасып жатыр. Өзім түсіндіре салайыншы мына жаққа. 714 жылы десесіңдер, Шаш деген жауапты. Потом Испиджаб деген жауапты белгілейсіңдер. Испиджаб. Яғни ең алғаш қарлықтардың арабтарға қарсы соғысы осы 712-713 жылдар басталады. Бұл мерзімде соғдылардың жеріне шабуыл жасап жатыр. Шаштарға, ферғаналықтарға шабуыл жасап жатыр. Осы мерзімде қарлықтар олармен бірігіп арабтарға қарсы ең алғаш соғыс қимылын жалғастырады. Ол бізде 756 жылға дейін жалғасқан. Бірінші кезең 1712 мен 756 аралығы. Біз мысалға есімізге түсірсек болады мына жақта. Қарлықтар қатысқан шайқас бізде 737 жылы Тоқарстан деген шайқас бар. 751 жылы Атлах деген шайқас бар. Бұлардың барлығында қарлықтар қатысы деп айттық. Значит, бізде бірінші кезең қарастырдық. Енді бізде екінші кезең бар. Екінші кезең сендерде өте оңай мынандай мағынада қарастырсаңдар болады. Екінші кезең ол тәуелсіздік алғаннан кейін ғой, 756-дан 940-қа дейін арабтарға қарсы соғыс қимылын ұйымдастырады да, сол себепті ғасырмен келеді ол. 8-ші және де 9-шы ғасыр кезеңі. Ол екінші кезең болып табылады. Арайлымның сұрағына байланысты, Қарлық қағанатының нақты негізін қалаған билеуші есімі аталмайды. Тарихта өзі 2-3 билеушісі бар. Ең негізгісі сендерде Білгекүл Қадырхан ғой. Ұйғырларды да, қарлықтардың да басын біріктіріп, үлкен мемлекет құралған. Ал қарлықтардың дініне байланысты бізде Ерасыл оқушымыз сұрап жатыр екен да, біз алдағы уақытта түрік халықтарының мәдениеті деген тақырып қарастырамыз. Оларда именно Умай анаға немесе Көк Тәңірге деген секілді өздерінің діни түсініктері болған. Енді бізде арабтар мен қарлықтар ұзақ соғыс қимылын жүргізіп жатыр ғой. Сөйтіп не істейді? Арабтарға қарсы соғыс болып жатқан кезде қарлықтар әлсірейді. И ол әлсірегеннен кейін не істеді? Біз жаңа Қашқар деген территория аумақ бар деп едік қой. Олар өзінің тәуелсіздігін қарлықтардан алып алғысы келеді. Осындай қиын моментте. Сөйтеді 940 жылы әлсіреп қалған қарлықтарды Қашқардың түрік билеушілері жаулайды. Жаулаған кезде соғыс қимылын ұйымдастырып, оларды талқандайды. Кейде мынандай сұрақ болады сендерде. Қарлық мемлекетінің әлсіреу немесе жойылу себебі десе, сендерде кейде ішкі талас тартыс деп келеді. Яғни қарлықтар мен қашқарлықтардың арасында соғыс болады да, сөйтіп екеуі де әлсірейді. Әлсіреген қарлықтарды толыққанды 942 жылы 2 жылдан соң Сатық Боғрахан жаулап алады. Сатық Боғрахан деп отырғанымыз кейіннен 942 1212 жылдары Қарахан деген мемлекеттің негізін қалайды. Сол себепті Қарахан мемлекетінің құрылуында маңызды рөл атқарған тайпа болдық десе, кейде қарлықтар деген жауап келеді.
942-1212 қанша уақыт разница бар екеуінің арасында? Неге сұрап жатырмын? Себебі бізде түргештер жарты ғасыр өмір сүрген ғой. Ал қарлұқтар 200 жылға жуық өмір сүрді дедік та. Кейде сендерде 3 ғасыр өмір сүрген мемлекет тап деген сұрақ болады. 3 ғасыр немесе 300 жыл өмір сүрген мемлекет десе, онда сендер Қарахан мемлекетін белгілейсіңдер. Түсінікті ме? Қарахан деген жауапты белгілейсіңдер. Так, бізде Диас оқушымыз сұраған екен да, кітап бойынша түсіндіріп жатырсыз ба деп. Бізде түрік қағанаты бірінші параграф, батыс түрік, шығыс түрік екінші параграф, түргештер үшінші параграф, біз қазір төртінші параграфты қарастырып жатыр, ол қарлық қағанаты. Енді дальше жалғастырақ. Молодцы, 3 ғасыр дұрыс таптыңдар. Енді бізде қарлықтардың мәдениетіне байланысты дерек көзіміз бар. Жалпы тоже қызылмен белгілеп қойдым. Неге? Қарлықтардың қалаларына байланысты ақпарат көзі берілген араб дерек көзі десесіңдер, худуд аль-алам деген жауапты белгілейсіңдер. Бұл дерек көзінде именно қарлықтардың қалалары сипатталады. Қалалар сипатталады. Қарлықтарда неше қала болды десе, 25 қала болған оларда. Енді осы қалалардың ішінде ең атақтылар деген болады да, тест базасында всегда мына екеуі келеді негізінен. Сол себепті мен алғашқы болып осы екеуін қойып қойдым да, Құлан мен Атлах. Егер де жоқ болатын болса, Мерки, Балық, Талғар деген жауаптарды белгілейсіңдер. Түсінікті ме? Енді мына жақта бізде Әсем деген оқушымыз жауап беріп жатыр екен. Жұбанышев бойынша 22-ші беттен осы тақырыптар басталынады деп. Бізде көмекші құрал ретінде Жұбанышевты да қолдансаңдар болады. Және де Айбек Оразымбетов деп аталатын кісінің жасыл кітабы да бар. Сол жақтан информацияларды салыстырып көріп жаттай берсеңдер болады. Ол ешқандай минус жоқ ол жақта. Қосымша дайындалғаны. Енді қарлықтарға байланысты екінші дерек көзін берген Ибн Хаукаль, араб тарихшысы. Ибн Хаукаль қарлықтардың территориялық аумағына байланысты ақпарат көзін береді. Егер де қарлықтардың жер аумағын шығыстан бастап батысқа жүру үшін 30 күн керек екендігін сипаттаған араб тарихшысы десе, онда Ибн Хаукаль деген жауапты белгілейсіңдер. Жалпы келесі сұрақ бар. Қарлықтардың кезінде өте көп таралған мүсін деп келеді. Сендер ол уақытта балбал тастар деген жауапты белгілейсіңдер. Мынадай бір сұрақ келеді, оны логикалық түрде анықтай аласыңдар ғой, Балбал тастар жасалынды десе, сендер тастан деген бір сұрақ болады. Екінші сұрақ болады бізде. Балбал тастар не үшін жасалынды десе, ол қайтыс болған ер адамдардың басына қойылған. Түрік қағанаты немесе түрік мультфильмдері болады ғой. Далада, үлкен далада. Просто бір адамның басы көрсетілген мүсіндер болады ғой. Осылар балбал тастар деп аталынады негізі сендерде. Енді біз балбал тастарға қатты тоқталмаймыз. Тоже түрік қағанатының, түріктердің бүкіл мәдениетін қарастырған кезде дын ескерткіші, Сардоба, балбал тастар деген түсініктерді ашып айтып өтетін боламыз. Енді қазір сұрақтар бар. Комментарийге белгілеп отырайға белсенді бол. Бірінші сұрағымыз 840 жылы жеңіліс тапқан тайпа дейді. жылы жеңіліс тапқан тайпа. Нұрлыбек Вали оқушымыз бізде дұрыс жауап берді. Диас, Әсем, молодцы, алғашқы болып көрдім сендерді. Бұл жақта ұйғырлар. Бір В жауабында дұрыс. Бір В жауабында. Молодцы. Енді екінші сұрағымыз. 840 жылы Ұлы Далада қарлықтар көсемінен иеленген жоғары лауазымы. Осы жерден мен сендерге түсіндірем. Қараңдар. Жалпы қарлықтардың билеушісінің лауазымы қаған деп аталады негізі. Қарлықтардың билеушісінің лауазымы қаған деп аталады да, сендерде сұрақ мынандай мағынада келіп жатыр. Енді мына жаққа ұйғыр деп қоямын. Ұйғырлардың билеушісінің лауазымы жабу деп аталады. Бастан түсіндірем оқушылар, мен ноутбугым кішкене шайып қалды. Сұрақ былайынан. Қарлықтардың билеушісінің лауазымы қаған деп аталады, ал ұйғырлардың билеушісінің лауазымы жабу деп аталады. Біз не дедік? 840 жылы қарлықтар ұйғырлар жаулап алды ғой. Сол кезде ол қандай жоғары лауазымды иеленді деп сұрап тұрды. Сол себепті сендер бұл жерге жабу деген жауапты белгілейсіңдер. Яғни Біргекүл Қадырхан қандай лауазымды иеленді деген мағынада келеді. Жабу деген жауапты белгілейсіңдер. Түсінікті деп ойлаймын. Енді қарлық қағанатын әлсіретіп құлауына себеп болған жағдайлар дейді. Арабтардың басқыншылығы, бұл жақта сендерде 4.
Сосын сендерде мына жақта билеуші әулеттің құлауы деген білдіреді. Арабтармен ұзақ соғыс әлсірейді. Билеуші әулеттің құлауы деген жаңағы ішкі талас тартыс қой. Ішкі талас тартыста Қашқардың түрік билеушілері Қарлық билеушілерін құлатқан. Енді бізде Қарлықтарға байланысты Қарлықтардың алдында негізінен біз түргештерден кейін бұны тақырыпты қарастыру керек едік, бірақ мен сендерге бұл жерге ақпарат көзі ретінде қарастырдым. Қараңдар, түргештердің кезінде біз Соғды деген халықпен танысамыз. Соғдылар ол Иран тілдес халық. Біз Иран деген мемлекетті Орта Азия аумағындағы территория аумақта өмір сүрген. Иран тілдес халық, олар Орта Азия аумағында өмір сүрген. Енді бізде арабтар 8 ғасырда шабуыл жасады Орта Азия территориясына. Сол кезде Соғдылар өзінің жер аумағынан сыртқы бөлікке қоныс аударуына тура келген. Сөйтіп олар 6-8 ғасырда қайда жер аударады десе, Жетісуға жер аударады. Қоныс аударады. Жетісуда ол мерзімде Түргеш деген мемлекет өмір сүреді. Сөйтіп бұл Соғдылардың Қазақстан жеріне жер аударуының 3 түрлі себебі бар. Ең бірінші негізгі себептердің бірі ретінде дерек көзіне саудаға байланысты деп айтады. Неге? Себебі оңтүстік Қазақстан мен Жетісу территориялық аумағы ол Ұлы Жібек жолы бойындағы мықты сауда орталықтары болған. Енді Соғдылардың Жетісуға қоныс аударуы саудаға байланысты екендігін кім айтты десе, онда Бартольд деген жауапты белгілейміз. Екінші себебі бар, ол арабтардың шапқыншылық соғысы. Яғни 8 ғасырдан бастап соғыс қимылдарын өте жоғары деңгейде ұйымдастырып жатқаннан кейін олар өзінің қонысынан басқа аумаққа қоныс аударуына тура келіп қалады. Үшінші себеп Соғды билеушілерінің халыққа деген қысымы. Яғни олардың қол астында болғысы келмей жеке дара бөлініп кеткен. Осындай 3 түрлі себепті белгілейсіңдер. Жалпы Соғдылар туралы сипаттаған бізде Махмұд Қашқари. Махмұд Қашқари өзінің еңбегінде сипаттайды. Қазір комментарийде бізге оқушыларымыз көмектесіп жіберсін. Махмұд Қашқаридің еңбегі қалай аталынды? Қарлығаш молодец бізде. Кім қосымша оқиды, дайындалады, от соларға жақсы результаттар болады негізінен ізденіп оқыған оқушыларда. Енді Аялының ответіне жауап беріңізші. Құтты білік, құтадығы білік деп атала береді. Ол Жүсіп Баласағұнның еңбегі. Назира бізде бірінші жауап берді. Амина оқушымыз түрік тілдерінің сөздігі. Махмұд Қашқаридікі түрік тілдерінің сөздігі, либо Дивани лұғат ат-түрік деп аталады. Түсінікті ма? Түрік тілдерінің сөздігі, либо Дивани лұғат ат-түрік. Енді Махмұд Қашқаридың сипаттауы бойынша ол дерек көзінде Соғдылардың ішінде түрікше сөйлемейтін жоқ деп айтылады да, ол дегеніміз қалай? Соғдылардың, яғни Жетісуға көшіп барғаннан кейін түріктермен жақсы байланыста тезірек сіңісіп кеткендігі туралы ақпарат көзін қарастырған. Екіншісі бар, Махмұд Қашқари Жетісу жеріне Соғдылар келгеннен кейін қандай саланы дамытты десе, онда сендер егіншілік саласын деген жауапты белгілейсіңдер. Қазір енді осы жерге комментарийге Қарлықтарға байланысты түсінбей қалған сұрақтар болса талдап жіберейік, одан кейін барып скринға кірісеміз. Потом скринға келеміз. Мен оған дейін келесі слайдты ауыстырайын. Мен интернетімді ашып қойған ба? Так, үшінші себеп ол Соғды билеушілерінің жергіліктерге қысымы. Соғды билеушілерінің дұрыс саясат жүргізбей, халыққа деген өте қатты қысым әсерінен. Так, Айару оқушымызға байланысты Қарлық билеушілері Білгекүл Қадырхан, Арслан и Олшақ. Так, Қарлықтардың саяси жағдайы бойынша соғыс қимылдары Қашқара жеріне и Қазақстанның шығыс бөліктеріне. Екіншісі бар, түргештердің жер аумағын жаулайды. Алтайдан Балқашқа дейін бастапқы территориясы дедік қой. Түргештерді жаулағаннан кейін ол Алтайдан Сырдария, яғни Қазақстанның оңтүстік бөлігіне дейін ұлғайтқан. Соғдылар деген негізінен 6-8 ғасырда өмір сүрген тайпалық одақ.
ол Иран тілдес халық, яғни Иран дегеніміз Қазақстан оңтүстік батысында орналасқан. Ну, қазіргі Иран мемлекетінің жер аумағы деп қарастырсаңдар болады. Сол жақтан Қазақстанға көшіп келген тайпа одақтар. Так. Арабтар жалпы қандай жерлермен шайқасқан дейді. Негізінен арабтар батыс бөлігінде Испанияға дейін жаулаған дүниежүзі тарихы бойынша. Ал шығыс бөлігінде, яғни біз жақ Орта Азия бойынша Қазақстан территориясына, Орта Азияға дейін жаулаған. Так. Данияр, оқысымызға байланысты. Мен қазір осы нәрсені сендерге анықтап бере салайыншы. Тоже мен де қазір осы нәрсеге ойланып қалдым негізі. Я, біреуінде қалған, біреуінде жабу болған. Мен міндетті түрде қазір сабақ бітеді сразу. И мен сендерге сразу ол информацияны кітаптан көріп скринмен жіберіп беремін. Хорошо. Онда оқушылар қазір тездетіп скриндарын жіберіп тастаңдар. Тездетіп скрин жіберіп тастайық. Өздерінің кураторларына жібересіңдер. Мен 2-3 минут уақыт күтейін сендерді. Сосын дальше жалғастырамыз. Оған дейін қосып қоятын қандай музыка бар екен? Мына жақта бір музыка бар. Бірінші шыққанын қоя салдым оқушылар. Қандай музыка екенін мен де білмеймін. Ты подходи ко мне, жизнь моя дорогая, словно повесть на руке. Я не могу без тебя, спешу к тебе, ты не такая, как все. Көзтақты гүлбеңнен көйлегін, өзіңнен басқа жанды көрмедім. Сен ойлап қодыр еті ғой мені, су ішіп отырсам да шөлдедім. Көргені жанарыңның кескіні, есіңде шығаратын естінің. Тек сені аңсап тағы кешқұрым, керегі болмай қалды жан жағымда ешкімдің. Я увлечен с твоим плечом, завтра новый день, общение или сон. Мы поем, я люблю тебя в унисон. Ты когда говоришь обо мне, хватит скрывать свои чувства на дне. Расчеркни все обиды на мне. Ол жетпес биікте көркем, сен мені жанартаудай өртедің. Ауаның құрғатып бар оттегін, тәніңнен жағалығын от бердің. Көргені жанарыңның кескіні, есіңде шығаратын естінің. Тек сені аңсап тағы кешқұрым, ерегі болмай қалды жан жағымда ешкім. Всемой красоты твоей, я влюблен в тебя словно в первый день. Раскрой мне свою душу, ты доверие. Ты подходи ко мне, жизнь моя дорогая, словно повесть на руке. Я не могу без тебя, спешу к тебе, ты не такая, как все. Қыспен күз жазым менен көктем, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткен. Қыспен күз жазым менен көктем, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткенін. Қыспен күз жазым менен көктемін, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткенін. Қыспен күз жазым менен көктемін. Так, оқушылар, мен комментарийге жаздым да, скриндерді жіберіп болдыңдар ма деп. Тағы бір тексере салайық. Барлықтарын скрин жіберіп тастадыңдар ма? Молодцы, жіберіп жатқан. Жіберсеңдер бәрін плюс белгісін қалдырып кетіңдер, и біз келесі тақырыпқа көшейік. Скрин жіберіп болсаңдар, онда екінші тақырыбымызды қарастырамыз. Бұл тақырыптың ерекшелігі бұл
тест базасында өте жиі келетін ерте орта ғасырлық мемлекет, жаңа бізде оқушымыз жазып жатыр ғой, ерте орта ғасырдың қай мемлекеттің тарихы қызық деген секілді, немесе жиі келеді. Оғыздардікі өте жиі келеді. Соны бастайық онда. Енді біз қарастырып жатқан Оғыз мемлекетінің хронологиясы қандай? Оғыздардың хронологиясына жаққа тағы жазып қойыншы, қимақ деп қойын. Біз екі мемлекетті өтсек, уже ерте орта ғасырды аяқтаймыз біз. Оғыздардың да, қимақтардың да хронологиясы ол ғасыр бойынша келеді. Оғыздардың хронологиясы 9-шы және де 11-ші ғасырдың ортасы. Енді оғыздардың жер аумағы. Жалпы оғыздар Сырдарияның орта и төменгі ағысында немесе кейде сендерде Қазақстанның оңтүстік бөлігінде өмір сүрген мемлекет. Оғыздардың астанасы қандай? Оғыздардың астанасы Яңгикен қаласы. Негізі дерек көздерінде Жаңа Грузия деп келеді да, бірақ мен сендерге жіберген кітап немесе соңғы жылдың кітаптарына байланысты Ескі Грузия деп аталып жатыр. Түсінікті ме? Яңгикенттің екінші атауы десе, сендерде Жаңа Грузия деп келеді, немесе Ескі Грузия деп келеді. Яңгикентке байланысты екінші ақпарат бар. Яңгикен қаласы қай өзен бойында орналасқан деген сұрақ болады да, логикалық тұрғыдан смело таба аласыңдар негізінен. Яңгикент ол Сырдария өзені бойында орналасқан қала болып табылады. Енді оғыздар туралы арнайы жазылған дерек көзі бар. Ол дерек көзі Оғызнама деп аталады. Ескеретін нәрсе, Оғызнаманың екі авторы бар. Екі мерзімде жазылған. 11-ші ғасырда ең алғаш Оғызнаманы жазып қалдырған тарихшы десе Рашид-ад-Дин дегенді белгілейсіңдер. Ал 17-ші ғасырда толық жазып қалдырған десе Әбілғазы хан дегенді белгілейсіңдер. Енді Әбілғазы хан дегенді сендер түсінбеулері мүмкін. Бұл 17-ші ғасырдағы Хиуа деп аталатын мемлекет бар, соның билеушісі. Ол тарихқа больше қызыққан билеушілердің бірі болғанда, егер де Оғызнаманы толық жазып қалдырған дегенде Әбілғазы хан деген жоқ болса, оның есімі былайына келеді. Әбілғазы Бахадүр деп келеді. Түсінікті ме? Әбілғазы Бахадүр деген жауапты белгілейсіңдер. Енді осы Оғызнама деген дерек көзіне келетін болсақ, бізде мынандай нәрсе бар. Оғыздар бастапқы кезде қайда өмір сүрді? Мысалға, есімізге түсіре салайық, жаңа біз қарлықтарды бастапқы кезде Алтай мен Балқаш аралығында өмір сүрді дедік қой. Ал оғыздар бастапқы кезде қайда өмір сүрді десе, сендер Батыс Жетісуда деген жауапты белгілейсіңдер. Немесе екінші сұрақ келеді. Оғыздардың этникалық құрамы, яғни халық ретінде қай жақта қалыптасты десе, Батыс Жетісуда деген жауапты белгілейсіңдер. Енді олар смело Жетісуда өмір сүріп жүреді. Сөйтіп не істейді? 756 жылы бізде Жетісуда өз мемлекетін жаулап құрған мемлекет бар. Сұрақ бүйтіп келеді. Мынау 756 деген бізде 8-ші ғасыр ғой. 8-ші ғасырда қандай мемлекет құрылғаннан кейін оғыздар сыр бойына қарай ығысты деп келеді. Сол кезде сендер қарлықтар деген белгілейсіңдер. Мына жақта қате кетіп қалыпты. Жетісуда қарлықтар құрылғаннан кейін ол Сырдария бойына қарай ығысқан. Сөйтіп енді амал жоқ, оғыздар сыр бойына келеді. Сырдария бойына келген кезде Сырдарияның жергілікті халқы бар. Кангар печениктер. Бірақ қазір сендерде кітаптан қарасаңдар да, және де жасыл кітаптан қарасаңдар да печениктер деген қысқартылған түрде келеді сендерде. Яғни Сырдарияның жергілікті халқы. Сөйтіп не істейді бұлар? Оғыздар осы мерзімде печениктерге қарсы соғыс қимылын ұйымдастырады. Және оның нәтижесі бойынша печениктер жеңіп Сырдария аумағына елік еткен. Сырдария аумағына елік еткен. Енді сендерде осы жерде алдыңғы жыл ОБТ-да келген андай бір сұрақ бар. Сұрақ мынандай. Оғыздар кангар печениктерге қарсы кімдермен одақ құрды дейді да, сол кезде сендер хазарлармен одақ құрды деген жауапты белгілейсіңдер. Хазарлармен одақ құрған. Біз дерек көзінде жалпы жер аумағына байланысты қосымша ақпаратты қарастырып алдық. Енді Оғыз сөзінің мағынасы деген болады. Яғни Оғыз деген атау қай жақтардан шықты деп. 3 түрлі анықтамасы бар. Ол Уыз деп аталады, Садақ оғы және де өгіз деп аталады. Жалпы тотемизм дегенді естуі бар оқушылар бар ма? Комментарийге жазып кетейікші. Тотемизм дегенді білетін оқушыларымыз бар ма екен? Оны сұрап жатқан себебім, бізден аяқта тұрда оғыздардың тотемдік белгісі деген сұрақ болады. Егер оғыздардың тотемдік белгісі десе, сендер қой деген жауапты белгілейсіңдер.
ұзаққа былай жазбай ақ қояйын, енді жерге қысқартылған түрде жануар деп қоя салайыншы. Шығу деген белгілі бір жануармен байланыстыру, ол тотемизм деп аталады. Молодцы бізде. Нұрстан оқушымыз жануарлар, шығу деген жануармен байланыстыру. Оғыздардың тотемдік белгісі десе, онда сендер қой деген жауапты белгілейсіңдер. Қазір біз картаға келеміз. Хорошо. Енді қазір халқына тоқталайық. Жалпы оғыздардың халқының құрамын бізде Махмуд Қашқари зерттейді. Махмуд Қашқари зерттеген кезде четко бөледі. Яғни оның құрамында 24 тайпа бар екен деп айтып кетеді. Енді Махмуд Қашқари 24 тайпаны қандай екі тайпалы одақтарға бөлді десе, ол бозоқ, үшоқ деген белгілейсіңдер. Мынау бұрын тест базасында келмейтін, осы жаңа форматтың кітабында бар. Бозоқ және де үшоқ деген екі ірі тайпалы одақтарға бөлген. Одан кейін Махмуд Қашқариден кейін оғыздардың халқының құрамын араб тарихшысы Әл-Марвази зерттеген. Ол кейіннен тайпалы одақтар бір-біріне біріккен мерзімде зерттейді да, оның сипаттауы бойынша десе, оғыздар 12 тайпадан тұрады деген жауапты белгілейсіңдер. Енді бізде оғыздардың құрамын Қытай деректері зерттеген. Қытай деректері бойынша оғыздардың құрамында 3 тайпа көрсетіледі. Баяндур, Имур, Қайлар деген 3 түрлі тайпа көрсетілген. Осы жерде есімізге түсіріп кетейікші. Жаңа қарлықтар деп айттық қой. Қарлықтардың кезінде Қытай дерек көзінде Таншу хроникасында айтылады. Қандай 3 тайпа болды? Қарлықтардың құрамында Қытай деректері бойынша кездескен 3 түрлі тайпа. Біз қасқыр дейміз ғой, сол сияқты дейді. Диастика, патолог, енді Қытайдың жүрмейтін жері жоқ екен дейді. Просто тарих үлкен ғой негізі. Вообще БЗБ-да құрылған мемлекет қой. Біз өзіміз енді 1465-те құрылдық қой. Динара молодец бізде. Жұлдыз оқушымыз молодец. Бұлақ, Жікіл, Ташлық молодцы. Молодцы. Енді біз оғыздардың тарихында Киев Руси деген мемлекет қарастырамыз. Дүниежүзі тарихын таңдап отқан оқушылар болатын болса, оны жақсы білетін шығар. Бізде Киев Руси деген орыстар бар, былай айтқан кезде. Олармен байланыс орнатады да оғыз мемлекеті. Сол себепті орыс деректерінде оғыздарды қалай аталды десе, сендер торг деген жауапты белгілейсіңдер. Торг. Тоже новый форматтың кейіннен еніп ОБТ-да келген сұрақ болғандықтан мен қызылмен белгілеп қойдым. Орыс деректерінде оларды торг деп атаған. Айтылмайды оларда. Қытайлар өзінің тарихын четко көрсетеді ғой. Халықтарына да андай фильмдер бар ғой, Қытай фильмдері, Жумоң дегендер, даже біз жақсы білеміз ғой. Олар кино индустриясы арқылы өзінің тарихын четко көрсетеді өздеріне. Біз вряд ли ол жақта айтыламыз. Но енді бірақ точно айтылмаймын, бірақ белгісіз. Торг жаттауын дейді. Хорошо. Енді қоғамдық құрылысы. Біз қоғамдық құрылысы дегенде батыс түрікте ғана айтқан едік. Енді біз оғыздарды кездестіріп жатырық. Енді оғыздардың билеушінің лауазымы қалай аталды десе, ол жабу деп аталынады. Ал жабудың кеңесшілері десе күл еркіндер. Бұлай ғой негізінен. Қазақ хандардың билеушілері хан болса, ханның кеңесшілері уәзір деген сияқты. Жабу и күл еркіндер. Енді сендерде мынандай бір дерек көзі бар енді. Жабудың әйелдерін қалай атады дейді, қатты грубит етіп кеткен, по идее негізі. Может быть, біреулерге нормально, ол сендерде қатын деп аталған. Жабу әйелдеріне қатын деп аталған лауазым берілген негізі. Немесе андай Сұлтан Сүлейман деген фильмдерді көрген болсаңдар, хатун дейді ғой, сондай мағынада ғой жалпы. Жақсы жағынан түсінесіңдер ғой. Енді жабудың мұрагерлері дейді. Жабудың мұрагерлері иналдар. Біздің қазақтарда мысалға ханның мұрагері сұлтан деген секілді, оларға инал деген атақ беріледі. Ал иналды тәрбиелеушілер десе атабектер. Неге мен бұл екеуін қызыл түспен көрсетіп қойдым? Потому что именно осылар тестта өте жиі келеді. Так. Ағай оларда неше әйелден болған дейді. Ол туралы информация белгісіз. Чисто Шыңғысхан ғой, тарихта алған. 500 әйелмен. Так, хорошо. Жалғастырайық онда, я? Енді атабектерден кейін бізде мемлекетте маңызды рөлде әскербасылар болған. Әскербасыларына берілетін лауазым сүйбашы.
Енді бізде оғыздар өз ішінде 12 аймаққа бөлінген. Осы жерде өткен сабақты еске түсіре салайықшы. Біз Түргеш деген мемлекетте өткен кезде түргештер неше аймаққа бөлінді деп айттық? Примерно бізде феминисттер бар сияқты ғой. Феминисттер қарсы шығады жаңа нәрсеге. Эльмира бізде молодец, Айсұлтан, Тұмар, Тәңірберген. Мен фамилияны қате оқысам кешірім сұраймын. Жалпы 20 түргеште 20 аймаққа бөлінген. Молодцы. Енді оғыздар өз ішінде 12 аймаққа бөлінеді да, аймақтық бөлімшелерге қандай атау берілді деп келеді. Оларға бой, оба, көк деп аталынатын атаулар берілген негізінен. Енді халық жиналысы бір рет шақырылды дейді да, қараңдар. Бүкіл мемлекеттерде халық жиналысы бір рет қана шақырылған. Исключение. Жалпы 3 рет шақырылған мемлекет бар. Осыны жаттап алсыңдар болды. Халық жиналысы 3 рет кімдерде шақырылды десе, ол ғұндарда халық жиналысы 3 рет шақырылған. Небі ақсақалдар кеңесі, құрылтай деген секілді синонимдермен айтыла береді, но ғұндарда ол 3 рет болған. Енді жаңа формат бойынша бір ақпарат көзі бар. Шонжарлар деген шенеуліктер ғой. Оғыздарда шонжарлардың күнделікті кеңесетін іс-әрекеті десе, онда сендерде қаңқаш деген жауапты бересіңдер. Біздің кезбен салыстыратын болсақ, министрліктердегі кездесулер болады ғой, мәселені талдайды ғой, осылай істесек қалай болады деген секілді күнделікті кеңестер ғой, қаңқаш деген. Жансая оқушымызға байланысты 10-шы сыныпта неге қазіргі мәліметтер жоқ дейді? Потому что біз қазір 6-шы сыныпта өтіп жатырмыз. Біз 10-шы сыныпқа келген кезде олардың бәрін өтіп аламыз. Дым уайымдамасындар болады. Енді саяси жағдай деген бөлімге кіреміз. Шонжарлар деген салтанат шенеуліктер, мемлекеттік қызметтегі тұлғаларды сол мерзімде шонжарлар деп атаған. Жалғастыратын болса, оғыз билеушілері сыртқы саясатта өз алдына мақсат қояды. Оғыз билеушілердің мақсаты Қара теңіз аумағын жаулап алу. Неге? Себебі Қара теңіз аумағындағы мал жайылымдары өте қолайлы болған мал шаруашылығында. Енді оғыздар осы Қара теңіз аумағын жаулап алу үшін мақсат қояды. Соған соғыс қимылдарын ұйымдастырады. Ең алғашқы соғыс қимылы 965 жылы болады. Оғыз жабуы кіммен бірікті десе, Киев князімен біргеді. Киев князінің есімі сұралатын болса Святослав. Сөйтті кімдерге шабуыл жасайды десе, хазарларға. Осы жерде бір түсініктеме беріп кетейікші мына жерге. Мына жерде Қазақстан территориясында оғыздар өмір сүріп жатса, мына жақта бізде Киев Русі бар. Еуропа аумағында Киев Русі. Мына бөлікте хазарлар өмір сүреді. Енді мына аумақтар, оның жаулап алғысы келіп жатқан территория аумақтар ғой оғыздардың. Сол себепті 965 жылы хазарларға қарсы бірігіп, оны жеңіп тастайды. 965 дегенді ғасырға аударатын болсаңдар, бұл 10-шы ғасырдың екінші жартысы. Мына нәрсені шатастырмайық, қазір тексеріп көремін сендерді. 10-шы ғасырдың екінші жартысында байланыс жасаған, саяси дипломатиялық байланыс жасаған мемлекеттер оғыздар мен Киев Русі деген белгілейсіңдер. Ал сендерде бүйтіп келеді, 6-шы ғасырдың екінші жартысында байланыс жасаған десе, онда сендер түрік қағанаты мен Византияны белгілейсіңдер. Неге? Себебі екеу Иранға қарсы ең алғашында байланыс жасап еді ғой. Түсінікті ме? Ғасырмен шатастырмаңдар. Енді осы бөлікте мына территория аумақта Еділ деп аталынатын тайпа одақ өмір сүреді. Еділ бұлғалары. Сөйтіп 985 жылы оғыз жабуы бұл мерзімде Киев князі Владимирмен біргетті, Еділ бұлғаларын жеңіп тастайды. Осы бөліктегі Еділ бұлғаларын олар жеңеді. Жалпы осы мерзімде оғыздар Киев Русімен біріккеннен кейін өзінің территориясын Сырдариядан Қара теңіздегі мына Кавказға дейін ұлғайтып алады. Енді мынау жаңа сұрақ сендерде. 10-шы ғасырда Сырдариядан Кавказға дейінгі жерлер қалай аталынды десе, ол сендерде Оғыз даласы деп аталынған. Сырдариядан Кавказға дейін Оғыз даласы. Енді осы территориялық аумаққа қол жеткізу үшін оғыздар жиі соғыс қимылын ұйымдастырды ғой. Жүреді, олар осы мерзімде 9-ның аяғы мен 11-ші ғасырдың бас кезінде әлсірей бастайды. Қай ханның тұсында әлсірей бастады десе, мемлекет Әли ханның тұсында әлсірей бастаған. Енді мемлекетте 10-шы ғасырдың бас кезінде Әли ханнан кейін баласы Шахмалик келеді. Шахмалик билік тұсында келгенде қайта күшейе бастайды. Сол себеп мынандай тест сұрақтарынан қателеспеңдер. Оғыздардың өзі осы екі билеуші ғана аталады. Оғыздар күшейді десе Әли ханның тұсында,
Ал әлсіреді десе Шах-Маликтің тұсында деген жауапты белгілейсіңдер. Енді біз мемлекеттің әлсірегенін вообще қайдан білеміз? Ол күшейіп территориясын одан сайын ұлғайтады да, сол себепті 1041 жылы Шах-Малик оңтүстік бөлігіндегі көршілес Хорезм деген мемлекет жаулап алады. Хорезмді. Мынаған өте көп шатасады оқушылар. 1041 деген ол 11 ғасырдың басы. 11 ғасырдың бас кезінде Хорезмді жаулап алған мемлекет десе, онда сендер Оғыз деген жауапты белгілейсіңдер. Так, 11 ғасырдың орта кезінде енді Шах-Маликтің тұсында ол Хорезмнің территориясына салық деңгейін көбейтеді, сол себепті жергілікті халық Оғыз мемлекетіне қарсы көтерілістерге шыға бастайды. Сол себепті Шах-Малик осы Хорезмнің құрамындағы Салжұқ деп аталатын тайпалық одақтардың қолынан қаза табады. Мен ана жерде оқушылар шатасып айтып жүрдім ба? Кешірім сұраймын. Күшейді десе Шах-Маликтің тұсында, әлсіреді десе Әлиханның тұсында. Енді сендерде әлсіреген Оғыздарды 11 ғасырдың орта кезінде кімдер жаулап алды десе, Оғыздардың орнына құрылған мемлекет Қыпшақ хандығы. Мына жерге мен қосымша ақпарат ретінде хронологиясын қалдырып қояйын. Қыпшақтар 11 ғасырда мемлекет ретінде құрылып, 13 ғасырға дейін өмір сүрген мемлекет. Енді біз Оғыздардың саяси жағдайымен таныстық. Енді оның шаруашылығы. Біз алдыңғы сабақта да айтқан едік, ерте орта ғасыр деген бар. 6 ғасырдан 9 ғасырға дейінгі аралық ол ерте орта ғасыр. Ерте орта ғасырда бүкіл мемлекеттің шаруашылығына жартылай көшпелі мал шаруашылығы деген жауапты белгілей берсеңдер болады. Енді сендерде Оғыздарға байланысты мынандай жеке сұрақтар келеді. Егер де Оғыздардың қыстық жайылымдар орналасты десе, Сырдария мен Арал бойын белгілейсіңдер. Ал олардың жаздық жайылымдары десе, Каспий теңіз аумағы деген белгілейсіңдер. Тестта сендерде Аль-Бирунидың сипаттаған именно күздік кезінде қай жақтарды мал жайылымдары болды деген сұрақ келеді. Хорезм шекарасы мен Ұлытау баурайында Оғыздардың күз айларында жайылымдар болған, оны бізде Аль-Бируни сипаттайды. Екінші шаруашылығына байланысты ақпарат көзін бізде Ибн Хаукаль береді. Біз уже таныспыз, Ибн Хаукаль араб тарихшысы қарлықтардың кезінде территорияны 30 күн жүруге болады деп айтқан еді. Енді Түркістан аймағында Оғыздардың елтері беретін қойларын көп өсіретіндігін айтқан тарихшы десе, онда Ибн Хаукаль деген жауапты белгілейміз. Елтері беретін қойлар деген сендерде етті немесе майлы дегенді білдіреді негізі. Жалпы Оғыздардың шаруашылығында, именно жартылай шаруашылығында басым түрде мал шаруашылығы қолданылған. Сол себепті сендерде Оғыздар мал өнімдерімен қандай мемлекеттермен айырбас сауда жасады деп келеді. Сол кезде сендер Орта Азия мемлекеттерімен және Қытай мемлекеттерімен айырбас сауда жасады деген жауапты белгілейсіңдер. Қазір енді мен мына жерге кітап баспасы бойынша суреттерді көрсетіп қойдым. Бірінші суретте тұрған бұл Оғыз жауынгерлері. Мына жақта печеніктер, сыр бойында соғыс қимыл, ал мына жақта хазарлықтардың суреттері белгіленген. Қазір енді біз тест тапсырмасын бір орындап жіберейік. Сосын түсінбеген жерлерінде қайта бір қарап шығамыз. Айару оқушымыз бізде бірінші, Тұмар Тәңірберген оқушымыз, Әсел, молодцы. Еуразия тарихында маңызды рөл атқарған осындай Оғыздар. Бір жауабында дұрыс. Жақсы. Енді 985 жылы Оғыз жабғуы Киев князі Владимирмен одақтасып жеңіліске ұшыратқан мемлекет дейді. Молодцы. 2 А жауабында дұрыс. Еділ бұлғалары. Көп оқушымыз Хазар дегенді белгілеп отыр екен да, Хазарлар 985-те оқушылар. 985-те ол Святославпен біргеді. Енді үшінші сұрақты белгілейік. Үшінші сұраққа ойланып көрейік. Оғыз мемлекетінің құлау себептерін бір дейді. Кім қалай белгілеп отыр? Бұл жерде сендерде ауыр салықтарға қарсы көтерілістер 4 дегеніміз жаңа біз айтып кеткен. Сосын сендерде Қыпшақ тайпаларының соққысы деген дұрыс жауап болады. Так, енді қазір бүгінгі сабағымызға байланысты қандай сұрақтарың бар?
Бүгінгі сабаққа байланысты сұрақтарың болса, комментарийге қойып жатсаңдар болады. Так, мен жақта қате белгілеп қойдым ба? Жоқ. Мен жақта қате жазып қойыппын оқушылар. Бүгін мына жерде сендерде 965. 965-те Хазырлар, 985-те Еділ Бұлғалар. Оғыздардағы қағандардан иманна тарихта ат қалған екеу ғана ғой. Жаңағы Әлихан и Шахмәлік. Сабақтар түсінікті болса, сабақ 20:00-де бітеді. Сол себепті қазір бір музыка қойып берсем бай деп ойлап жатырмын сендерге. Шекаралар болған кезде, өмір сүрген аумақтар ғой. Өмір сүрген аумақтар Сырдария бойында. Оқушым сұрап жатыр екен, келесі сабақ қай параграфты өтеміз деп. Біз келесі сабақ Қимақ деген мемлекетті өтеміз. Сөйтіп, ерте орта ғасырда аяқтап тастаймыз да Қарахан деген мемлекет, дамыған орта ғасырдың тақырыбын қарастырамыз. Онда қазір бір музыка таңдайық сендерге. Сөйтіп, біз сабақты аяқтаймыз. Қандай мына жақта бізде жақсы музыка бар еді. Көркем деген тыңдағансыңдар ма? Так. Осыны тыңдайық онда. Липтон Ice Tea'мен сергіп алды. Достарыңмен. Оқушылар конспектіге байланысты мен оны группаға бір күн бұрын жіберіп қоямын кураторларына. Сол себепті оны сендер Шуақты күннен рахат ал. Липтон Ice Tea. қайғырмайсыңдар ғой ба Зейнеп? Қол жетпес биікте көркем, сен мені жанартаудай өртедің. Ауаның құрғатып бар оттегін, тәніңмен жағатығын от бедің. Көргелі жанарыңның кескінің, есінде шығаратын естінің. Тек сені аңсаптағы кеш құрым, керегі болмай қалды жан жағымда ешкімнің. Қыс пен күз жазым менен көктем, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткенін. Қыс пен күз жазым менен көктем, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткенін. Гүлбен еткен көйлегің, өзіңнен басқа жанды көрмедің. Сен ойлап құдіреті ойнені, су ішіп отырсам да шөлдедім. Көргелі жанарыңның кескінін, есінде шығаратын естінің. Тек сені аңсаттағы кеш құрым, керегі болмай қалды жан жағымда ешкімнің. Қыс пен күз жазым менен көктем, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткенін. Қыс пен күз жазым менен көктем, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткенін. Қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткенін. Қыс пен күз жазым менен көктем, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткенін. Қыс пен күз жазым менен көктемім, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткенін. Қыс пен күз жазым менен көктемім, қыс пен күз жазым менен көктемім, қыс пен күз жазым менен көктемім.